Ассалаумағалейкум. Тағы да мынандай бір кішкентай нюанс бар. Германияда заң шыққан былтырдан бастап. Егер машинелерде қазір уже Евро 6-тойлар барлығында вспомогательный системалар бар ғой. Егер сол вспомогательный система мынау мысалға осылайынан газ келатқанда қосылып тұр вспомогательный система деген. Бұл жаңағы датчик полоса слежения, полоса слежения, мынау скорость, алдында кетіп баратқан жаңағы датчик дистанции бар, барлығы қосылып тұру керек. Егер осыны өшіріп тастайтын болсаңыз, мысалға былайынан, мынау қазір бұл да көрсетеді, бірақ тек қана аварийный тормозды ғана басады бұл. Сигнал ғана береді, тормоз баспайды. Егер бұны былайынан вообще өшіріп тастап жүрсең, может қосуды білмейтін болсаң, егер Құдай сақтасын бірдеңе бола қалатын болса, мысалы анау алдында кетіп баратқан машина 127-мен кетіп баратыр. Егер бір бәле бола қалса, ДТП, МТП, страховка жұмыс істемейді. Барлық шығынды өзіңіз көтересіз. Сондай заң шыққан екен. Бұрындары былайынан қосылып тұру керек. Мынау мысалға Мерседес, бұл қазіргі уже соңғы шығып атқан осы 2025 жылғы машиналардың барлығында осындай системалар бар. Сау болыңыздар.